Графикалық примитивтер. Әрбір суретті қарапайым бөліктерге бөлуге болады. Арғы жүйесінде олар примитивтер деп аталады. Примитивтер жай және күрделі болады. Жай примитивтерге келесі объектілер жатады: нүкте, кесінді, шеңбер, доға, түзу, сәуле, эллипс, сплайн, бір жолды мәтін. Күрделі примитивтерге жататындары: полисызық, мультисызық, мультитекст, өлшем, шығару сызығы, дәлдік шегі, штрихтау, блоктау және тіс. Примитивтердің көбінің құру операциялары рисование командасымен аспаптар панеліндегі шертпелер көмегімен орындалады. Отрезок командасы бір немесе бірнеше бөлік кесінділерді сызады. Кесінділерді біріктіру үшін орысша замкнуть әрпін басса кесінділер бірігеді. Экрандағы шертпесін басатын болсаңыз, төмендегі командалық жолда былай деп сұрап тұрады: Первая точка бұл жерге тұтынушы координат жүйесі бойынша тиісті мәнді береді, ал егерде центрін ұстау керек болса, онда 0 деп жазамыз. Прямая командасы шексіз түзу сызық. Нүктелерді тігінен және көлденеңінен де кесіп өтеді. Егерде экрандағы шертпесін мышкамен басатын болсаңыз, төмендегі командалық жолда былай деп сұрақ тұрады: укажите точку или гор вер угол биссект смещение точканы, нүктені көрсету керек немесе опциясын жазу керек. Полилиния командасы. Полисызықтар күрделі примитив болады. Оның құрамында бір немесе бірнеше бір-бірімен байланысқан түзу және доғалы сегменттер бар. Полисызықтар бір тұтас объект болып өңделеді. Командалық жолдың бірінші сұрағы начальная точка 0,0. Полисызықтың бастапқы нүктесін көрсету керек. Келесі сұрақ одан күрделі болады: следующая точка или дуга полуширина длина отменить. Многоугольник командасымен көптеген геометриялық фигураларды салуға болады. Экрандағы шертпесін бассаңыз, төмендегі командалық жолда былай деп сұрақ тұрады: число сторон 3, 4, 5, 6, қанша көп бұрыш керек, соның сан мәнін жазасыз да Enter. Командалық жолдың келесі сұрағына жауап береміз: укажите центр многоугольника или сторона, бұл жерге сан мәнді жазып Enter басса. Тағы да командалық жолдың сұрағына жауап береміз: задайте опцию размещение. Вписанный в окружность, описанный вокруг окружности, немесе о жазып Enter басамыз. Радиус окружности керек сан мәнді жазамыз. Прямоугольник командасымен де тік төрт бұрыштар салуға болады. Экрандағы шертпесін бассаңыз, төмендегі командалық жолда былай деп сұрақ тұрады: первый угол. Деп жазып Enter басамыз. Командалық жолдың келесі сұрағына жауап береміз: ширина линии прямоугольника 10 деп жазып Enter басамыз. Командалық жолдың келесі сұрағы: высота прямоугольников 10 деп жазып Enter басамыз, немесе опциясын жазу керек. Дуга командасымен орындағанда доғаның бастапқы нүктесінің жағдайы ескерту: егер тұтынушы бастапқы нүктені көрсетпей Enter басса, онда бастапқы нүкте соңғы нүктеге айналады. Доғаны тұрғызған кезде оның түрі 3 нүктемен беріледі. Доғаның бірінші нүктесі оның бастапқы нүктесі болып, ал үшінші нүктесі оның соңғы нүктесі болып саналады. Доғаның екінші нүктесі бірінші және үшінші нүктелерінің арасында тұрады. Доғаның соңғы нүктесі деп үшінші нүктені көрсету керек. Сол үшінші нүктеден сағат тіліне және оған қарама-қарсы бағыттарда тұрғыза беруге болады. Круг командасы арқылы кез келген шеңберді орындауға тұтынушы координат жүйесі бойынша радиустарын беріп, экрандағы шертпесін басатын болсақ, төмендегі командалық жолда былай деп сұрақ тұрады: сплайн командасы нүктелерін беріп, қисық сызықтарды сызуға болады. Сызуда аяқтар кезде замкнуть әрпін басып аяқтауға болады, немесе опциясын жазу керек. Обрезать командасымен объектінің керек емес жерлерін кесіп алып тастауға болады. Ол үшін бірінші бізге керек емес сызықты қандай сызық кесіп, немесе қиылысып тұр, соны анықтап алу керек. Екіншіден, керек емес жерлерді таңдаймыз да Enter басамыз. Штриховка командасын таңдасақ, штриховканың терезесі ашылады. Төменде 12-ші суретте көрсетілген үлгілер ішінен образец деген жазбаға әнсі деп қоямыз. Добавить точки выбора деген жерді мышкамен басып, қай жерге штриховка қою керек, сол жерді курсормен көрсетеміз де О командасын орындаймыз. Область командасы бізге бөлік-бөлік болып тұрған каркастарды немесе кесінділерді біріктіріп, бір объект жасау кезінде пайдалануға болады. Переместить командасы қандай объектіні көшіру керек болса, сол объектіні мышканың сол жағын басып көрсетеміз де Enter басамыз. Төмендегі командалық жолда базовая точка или перемещение Enter басамыз.
Повернуть командасы салған модельді қанша градусқа бұру керек болса, төмендегі командалық жолға жазып бұра беруге болады. Масштаб командасы сызылған сызбаны масштабына қарай үлкейтіп кішірейтуге болады. Расчленить командасымен блокталып, яғни бірігіп тұрған суреттерді бөліп тастауға болады. Расчленить командасы орындалғаннан кейін суретіміздің түсі, сызықтардың қалыңдығы өзгеруі мүмкін. Экрандағы шертпесін бассақ. Выберите объекті қайсысын бөлу керек соны көрсетеміз.